Сәлеметсіздер ме қымбат достар? Али әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өзімнің каналымда балықты духовкаға қалай дайындап пісіремін, осы туралы айтқым келіп отыр. Мен қазір міне сазан балығын дайындамақшымын. Әбден жуып тазалап алғаннан кейін мүмкіндігінше әбден құрғатып, мынандай құрғақ салфеткамен мықтап тұрып сүртіп аламыз. Және бір айта кететін жайт, балықтың ашылу процесінде ішінде өті жарылып кетпегенін қадағалаңыз. Ондай жағдайда жағымсыз иіс шығатын болады. Ал өтін жарып алған кездің өзінде жуып әбден тазалап, тұзбенен мықтап ысқылап сүртіп 20 минуттай сүтке салып қою керек. Сол уақытта жағымсыз иістен арылу мүмкіндігі бар. Енді мына балықтың мен тұтас күйінде духовкаға салғым келіп отыр. Ең алдымен тұздап, бұрыштап, дәмдеуіштер қосып, оны маринадтап қоямын. Мына балықты дастарханға қояр кезінде әдемі қалыпта түсу үшін өткір пышақпен қиғаштап кесіп, мынандай бөліктерінің жалпақ емес, осындай жаңағы бір әдемі кейіпте болуын назар аударыңыз. Енді бізге не қажет? Бір ас қасық тұз және мына арада бір шай қасық мен қара бұрыш қосамын, әрине толтырмай. Және мына жаңағы балықты қосымша дәмдеуіш, балыққа арналған қосымша дәмдеуіштерден қосатын боламын. Белгілі бір мөлшерде өзіңіздің қалауыңа қарай. Және мына қазір қыс айы болғаннан кейін мен дайын жасыл желекті, құрғақтылған жасыл желекті қосатын боламын. Әбден жуып тазалап алдық. Мен мына тұзды саламын. Қазір қара бұрыш барлығын рет-ретімен салып, әбден араластырып алғаннан кейін балыққа жағамын. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштердің барлығын осылай араластырып аламын. Қазір тек балықтың өзіне осыны жағып, себелеп шығамын. Ішіне, сыртына бірдей. Енді көбінесе кейбіреулер лимон шырынын да қосады, бірақ лимон шырынын қосу енді әркімнің өзінің қалауына байланысты. Біздің отбасы аса көп онымен қалай бермейді. Алып, ішіне, сыртына, қазір аралығына әбден қосып шығамыз. Енді бұл балық біршама үлкендеу, жалпы 50 сантиметрдің маңында. Сіз оны духовкаға дайындап болғаннан кейін дастарханға қояр уақытында үйіңіздегі жаңағы ыдысыңыздың осыған сәйкес келуінде қарағаныңыз жөн. Ыдысыңызға көлемі сәйкес болуы қажет. Мына мен басы мен құйрығын балықтың алмай сол күйі қоямын. Себебі әдемілік үшін тұтас әсемдеп қойған уақытта кәдімгі балықтың тұтас көрінгенінде жақсы. Қазір енді ішкі бөлігінде солай дайындап аламыз. Қазір осылай дайындап шығамыз барлығын түгелдей. Балығымызды барлық дәмдеуішімен, тұзымен, бұрышымен сылап, сипап болдық. Енді бетін жұқалау табақпен төңкеріп, салқындау жерге бірер сағаттай маринадталуға қоямын. Балығымыз тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салынып, жақсы күйде тұр. Енді маған қажеті мына арада майонез бен қаймақ және укроп, осыларды барлығын араластырып, балықтың іші сыртына түгелдей жағып шығамын. Сонымен балықтың начинкісіне мен бар болғаны бір сәбіз, бір жуаны ғана пайдаланамын. Ішіне оны толтырамын. Одан ары қарай, ал келесі жуан мен екінші сәбізді мен балықтың астыңғы қабатына төсемін. Енді іске кірісейін. Біздің қажетті ингредиентіміздің барлығы дайын. Қаймақ пен майонезді араластырдық. Жуаны дөңгелектеп турадық. Мына сәбізді гүл ұқсатып, қиғаштап кесіп алып, содан кейін турадық. Және мен мұздатқышта сақталған тәтті бұрыштың бірнеше тал кесіндісін осы начинка ретінде балықтың ішіне саламын. Біздің балығымыз өте көлемді болды.
противенге шақсиып тұр. Шына келген уақытта мен осылай төсегеннен кейін енді мына фольганың екінші қабатынан алып, мына үстіне бүркеп тағы да жабамын. Балықты осылай бүркеп қойдық. Бір 20 минуттай духовкада тұрғаннан кейін әбден былқып, өзінің дәмі әбден сіңіп, жақсы күйге енеді. Сосын мен үстіңгі фольганы алып тастаймын да беткі жағы қызарады. Мен балықты мынандай тоқ пешке салып жатырмын. Бұл өте жақсы тоқ пеш. Енді бұл газдың духовкасына қарағанда қызуы әрине сәл бәсеңдеу. Көп жағдайда 180 градусқа қояды. Газге қоятын болса, мен мына арада 225 градусқа қойып отырмын. Және жобамен 45 минутқа қойдым. Бірақ енді әрбір үй иесі өзінің жаңағы балығының пісу жағдайына қарай уақыты өзгеруі де мүмкін. Ол туралы егер мен тағы да одан ұзағырақ тұрса, немесе азырақ тұрса айтатын боламын. Біздің балығымыз духовкадан шықты, әбден дайын болды, 45-50 минуттай тұрды. 10-15 минуттан кейін үстіңгі бетіндегі фольганы алып тастадым, әбден пісті. Енді әсемдеуге кірісеміз. Балығымыз дастарханға қоюға әзір болды. Әсемдеу барысында біздер салат жапырақтарын, черри қызанағын, зәйтүнді, лимон кесінділерін пайдаландық. Жалпы духовкаге балықты дайындауда мен сазаннан басқа толстолобик және айна тәрізді карась балықтарын тап осылай етіп пісіремін. Енді бұл балықтың дәмділігін менің қолымнан дәм татып көргендер жақсы біледі, сүйсініп жейді. Сондықтан мен бүгін өзіндік тәжірибеммен сіздермен Әлия әлемі каналында бөлістім. Менің видеом ұнаса пікір жазып, үліпіл басып, видеоларымды соңына дейін қарап отырсаңыздар, мен қуаныштымын. Сау саламатта болыңыздар.